Менің артымдағы көрініс көпшілікке таныс болар. Таңғы сағат 8:30, машиналардың жүрісі өте баяу. Бұл Қарағанды қаласына кіре беріс жердегі Ақтас елді мекені. Бұл Қарағанды сыртындағы жағдай болса, ішіндегі ахуал қандай екен? Көше толы көлік, қарбалас жақтағы кептеліс. Бұл көріністің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналғалы қашан. Енді таңертең кептеліс пен кешкі кептелістерде машина көп болады, көлік көп. Сол кезде светофорларда тұрып қаламыз. Қандай жағдайлар қолданасыздар? Линияны немесе Енді кішкене ертерек жүріп, передний заднийден сөйлесіп отырамыз. Уақыттан қалмау үшін берілген уақытты. Сол достаточно. Ал жұмыстарыңызға қалайсыз? Енді уақыттан қалып қойсақ әсер етеді, одан кейін жанталасу керек болады, қатты жүру керек болады. Не себепті пробка пайда болады? Енді көлік көп. Светофордан светофор, сол қар жол тазаланбайды. Обычно жүре алмаймыз нағып. Ну, до получаса где-то. Полчаса каждое утро. Уже давно все думают, что надо расширить дорогу, чтобы с Ақтаса сделали отдельную дорогу, чтобы ветки работали. Поэтому здесь всегда пробка, и вечером то же самое. Көлік жүргізушілері кептеліс уақытында 30-40 минут тұратындарын да жасырмады. Бұл тұрғындардың басына ұртып қана қойып отырған жоқ, жергілікті биліктің де бас ауруына айналған. Көліктің көптігі бір жағынан экономикалық көрсеткіш болып та табылады дейді сарапшылар. Қазіргі таңда Қарағанды қаласында 200 мыңға жуық көлік тіркелген. Әсіресе жеке көліктің көп болғаны әлеуметтік әл-ахуалдың жоғары екендігінің белгісі. Бірақ өзіне тиетін таяқтың екінші ұшы осы көлік кептелісінде. Жителей Караганды и близлежащих городов, спутников. Это вот железнодорожный переезд в районе поселка Ақтас является у нас одним из наших узких мест, на которых в утренние и вечерние часы мы наблюдаем большое скопление транспорта. Данный вопрос будет нами решаться в рамках программы «Новожол 2025». Второй этап программы сидит реконструкция коридора от Кызылорды до Павлодара. И, соответственно, так как этот ЖД-переезд находится непосредственно на этом участке, также он будет подвергнут реконструкции. Мы дали предложение соответствующее о строительстве в этом районе ЖД-путепровода. Реализация началась. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации участка от Кызылорды до Жезказгана, 204 километра. Көлік кептелісінің негізгі себептерінің бірі жолдардың жетіспеушілігі. Жыл сайын көлік саны көбейеді, ал жолдар сол қалпында. Мәселені шешу үшін ірі Қарағандыға көп деңгейлі жол желісін салу керек. Мәселен, Жапонияда төменгі деңгейде аудандық жолдар, ортада ауданаралық жолдар, ең жоғарыда үлкен магистралды жолдар. Осылай жасау арқылы біраз кедергіні жоюға болады. Бірақ бұл әдіс біраз шығынды талап ететіні белгілі.